Бұл инфекциялар бізде жыныстық қатынас арқылы жұғады. Бұл инфекциялар асқынатындай болатын болса, даже бұл бедеулікке де алып келуі мүмкін. Емді етеккіріңіз кеткеннен кейін бастайсыз. В основном хламидия мен гонорея бізде осы трубаны полностью бітеп тастайды. Ол әсерде сіздің аяқ қолдарыңыз қақсайды. Ана әрбір буынға ірің жинап тастауы мүмкін. Сіздің бауырыңызға, өкпеңізге, жүрегіңізге, бүкіл жерге ол әсер етеді. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге жыныстық қатынас арқылы қандай инфекциялар жұғады. Сол туралы сөйлесеміз. Бірақ барлығын айта кетейік. Қазір мына жерден естіп алып, доктор Сейтжапарына айтты деп үйге барып күйеулеріңізбен қалқынып тұншығып жатпаңыздар, қырылып жатпаңыздар. Себебі барлығын білуші бір Алла. На самом деле біз тек медицина бойынша айтамыз, но менде өте көп случайлар болған. Прям алдыма келген намазхан жігіт, намазхан әйел, яғни Аллахтан қорқатындар, түсінікті да. Но почему-то оларда инфекция шыққан. Но қайдан, қалай келген мен де білмеймін. Но оларда болды опасный инфекциялар, поэтому бұл инфекция нақты қаяқтан шығатынын біз айта алмаймыз, точносын. Но медицинаға жүгінеміз. Медицина бойынша қайдан болатын туралы сіздерге айтайық та. Бұл қандай инфекциялар? Міндетті түрде маған подписаться етуді ұмытып кетпеңіз. Ақпарат тиімді болса лайк басыңыз, және видеоның соңына дейін көруіңіз керек, міндетті түрде. Ендеше бұл қандай? Ең бірінші орында хламидия, екіншіден микоплазма, трихомонада, гонорея, сифилис және ВИЧ. Бұл инфекциялар бізде жыныстық қатынас арқылы жұғады. Сонымен қатар бұл инфекциялар анадан балаға жұғуы мүмкін, плацента арқылы өтіп, немесе босану барысында қынап арқылы жұғуы мүмкін, немесе біреудің қанын құю барысында да жұғуы мүмкін. Сондықтан нақты себебін айту қиынырақ. Бұл инфекциялар асқынатындай болатын болса, даже бұл бедеулікке де алып келуі мүмкін, өкінішке орай. Ендеше әр инфекциялар толық аталайық. Бірінші мысалы хламидия. Хламидия бізде бір этаппен емделу өте қиын. Оған бірнеше этап. Этап деген сөз жеңіл, ауыр, одан ауыр антибиотиктер арқылы осылайдан емделінеді. Және де хламидия инфекциясы міндетті түрде осы аталған инфекцияның барлығы партнеріңізбен бірге емделесіз. Яғни сіз өзіңіздің күйеуіңізбен бірге, жыныс қатынасқа түсіп жүрген адаммен бірге емделесіз. Емді екеуіңіз де бірдей бастайсыз, бірдей аяқтайсыз. Емді етеккіріңіз кеткеннен кейін бастайсыз, себебі емнің арасы үзілмеу керек. Және де ем кезінде жыныстық қатынасқа түсуге категорически болмайды. Даже презервативпен. Неге? Себебі ол жыртылып кетсе, сіздің сол 50 мыңдап, 100 мыңдап алған еміңіз просто так далаға кетеді. Поэтому ендеше хламидия бізде көбінесе, не только хламидия, жалпы осы инфекцияны, в основном хламидия мен гонорея бізде осы трубаны полностью бітеп тастайды. Оның ішінде іріңді очаг беру мүмкін. Іріңді очаг дегенде былай түсіндірейік. Например, сызып көрсетем. Мынау біздің труба, трубада, осылай мына жерде труба болатын болса, мынандай ірің болып өйстіп жиналып қалады, өйстіп тұрып қалады. И когда сіз мысалы труба проходимость тексересіз, немесе қандай да бір ем шара қолданған кезде осы очагқа бірдеңе тиетін болса, бірден сіздің трубаңыз ісінеді, сізге резко температураңыз көтеріп, қатты ауырсыны беруі мүмкін. Міне, осы себептен бізде хламидия мен гонорея өте опасный инфекциялар. Екіншіден бұл не істейді? Бұда спайка береді. Спайка деген сөз мынаның барлығын атып бір-бірінен жапсырып тастайды мені. Яғни припаян дейміз, осылайдан бір-бірінен жабысып қалады, аналық без, турба бәрі. Енді бұлай жабысып тұрған жерден сіз көтере аласыз ба? Естественно, сіз жүкті бола алмайсыз. Сонымен қатар бұны сөйтіп турбаларға іріңді толтырып тастайды. Бұны біз гидросальпинг істейміз. Яғни мынаның барлығы іші су, на самом деле су емес, ол сары су, яғни іріңді су. Соны жинап тастайды. Одан кейін көтере аласыз, егер дұрыс ем әрекет болатын болса, онда көтеруге болады. Осы уақытқа дейін эко болмаған кезде бізде емдеген. Мысалы, турбада су болған кезде бізде вакуумдар қолданғанда, ал егер трубада жаңағыдай өткізгіштік болмаған кезде уколдар салынған, маткаға тікелей, саған трубаға тікелей, через вагина тікелей, саған айтыр уколдармен емдеген. Солайынан көтерген. Ал қазір бізде не бар? Ең оңай жолы бұл экоға бару. Яғни басыңды ауыртпайсың, барасың, сұрақ салып береді. Это бала өсе ма, өспей ма, кому какое дело, да? Лишь салып береді, и все, да? Ол қалай өседі, ешкім шаруасы жоқ. Сондықтан даже экоға барсаңыз да, сіз ақылдысыз ғой, сіз дамыған заман білу керексіз, не істейсіз? Мұнан бәрін емдеп,
содан кейін бару керексіз, даже эконың өзінен, түсінікті ма? Одан бөлек бізде трихомонада көбінесе бізге мындай точкалар көріп тұрсыз ба, дәл осындай майда точкалар береді. Ол как будто оны көрген кезде эндометриозный киста деп ойлауы мүмкін. Врачыңыз непонятно что-то и айтады сізге, мен түсінбей жатырмын не отқан дейді. Бір майда точкалар көбейіп тұр, сенің шейкаңда көбейіп тұр деген сияқты нәрсе айтуы мүмкін. На самом деле осы трихомонада кезінде бізде сондай майда сыптар көп шығып кетеді, да. Одан бөлек микоплазма негізінде бізде микоплазма әйелдің гигиена дұрыс сақтамағаннан да болады. Нормада, например, бізде уреплазма всегда болады, да, егер түттер көбейіп кетуі мүмкін. Тура сол сияқты, да. Но микоплазма бірақ жұғады жыныстық қатынас арқылы. Ол да бізге бесплодие алып келуі мүмкін, да. Ал ВИЧ, РВ болатын кезде и гонореяда то же самое бізде ұмытпау керек, бұл жара. Кәдімгі дөңгелек жаралар шығып кетеді, көтен жаққа да, бұна қынаптың кіреберіс жерлеріне де, даже қолдарға, былайынан мойынның денеге дейін шығып кетеді бұл жаралар, егер қатты асқынатын болса. Сондықтан сіз бұндай жағдай болатын болса, қорқып, қашып, ойбай, менде ВИЧ, учет қалып қойды, учет таса, чё? Учет қалғаны бірдеңе бола ма сізде? Сізде ештеңе болмайды, сізде сол бойынша жұмыс жасай бересіз. Лишь бы сіз жаңағыдай қан құятын жұмыс істемесеңіз болды, да. Өйтіп қашып жүргеннен пайда жоқ сізге. Лучше откровенно бару керек, жұмыстан уақытша бессіздеріне шығу керек, конкретно полностью ем алып, учеттан шығу керек. Ал сіз оны қашып жүресіз, не істейсіз? Ол ойлайсыз ба, тек маткаға ғана әсер етеді деп? Жоқ. Ол әсер етеді, сіздің аяқ қолдарыңыз қақсайды. Ана әрбір буынға ырың жинап тастауы мүмкін. Сіздің бауырыңызға, өкпеңізге, жүрегіңізге, бүкіл жерге ол әсер етеді. Себебі бұл ағзада жүрген нәрсе, тек қана маткаға әсер етіп қоймайды. Поэтому қандай да бір инфекция, сразу жолдасыңызбен бірге бір уақытта ем бастаңыз. Қалай жұқтырдыңыз, хоть ол миллиондаған ем болса да, сіздің денсаулығыңыз сол. Денсаулығыңыз үшін сіз оны жарату керексіз. Чем тойға барып, басқа нәрсе алғаннан гөрі, бұл денсаулығыңыз үшін ең бірінші, ең қиын, ауыр ем болса да, өкінішке орай қымбат болса да, соны алуыңыз керек. Ендеше денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Сіздермен бірге болған доктор Сейт Жаппаровна.